Барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін принтерден кететін ошибкалар туралы айтайын деп отырмын. Бұлай болса кеттік. Бірінші кезекте біз мына жерде көрсетіліп тұрған бір тақырыпты алып, мысалы үшін, соны распечаткаға жіберіп көрейік. Мысалы үшін менде мынандай этикетка, соны біз қателесіп, мысалы үшін осылай мен негізгі принтерім L732 Epson болса, мен оны емес, мынандай бір кезекте басқа бір принтер таңдап, соған жіберіп қойдым деймін. Сол кезде менде мынандай белгі шығуы мүмкін. Ол үшін біз не істеуіміз керек дегенде, біз ол үшін мына жерде көрсетіліп тұрады принтердің несі жаңағы, яғни белгісі, соны басамыз. Не болмаса открыть активный принтер дегенді басамыз. Сол жерде біз мынандай белгі шығады. Міне көрсетіп тұрған, сізге осылай келіп тұр. Соның мынау очистить, очередь печати дегенді басуымыз керек. Сөйтіп мына жердегі яғни кеткен қателікті қайтып орнына келтіретін боламыз. Ал енді мен дұрыс өз печатыма жіберетін болсам, яғни өз дұрыс принтер таңдайтын болсам, міне 132, яғни осы екеуінің біреуін таңдайтын боламын. Окей, кетті. Уже бізде дауыс шыға бастады, көздеріңіз көріп отырсыздар. Печатқа кетті. Яғни, міне жаңа запрос жібердім. Осылай жібересіздер.